Қайырлы күн достар. Дәрігерлер мен диетологтар әр таңда бір кесе хош иісті кофеден емес, аш қарынға бір стакан жылы судан бастауға кеңес береді. Бұлай істеудің артықшылықтары және оны қалай дұрыс ішу керектігі туралы бөлісетін боламын. Ішекке арналған жылы су. Таңертең аш қарынға ішілген бір стакан жылы су ішек перистальтикасын ынталандырады. Оны іске қосып және оны тамақтануға дайындайды. Сонымен қатар жылы су ішек қабырғаларын жуып, оны әртүрлі ластаушы заттар мен токсиндерден тазартады. Жылы судың арқасында ішектің қабырғаларында жиналатын қатайтылған майлар ериді. Салма жоғалтуға арналған жылы су. Күнделікті аш қарынға 200-400 мл жылы суды тұтыну дене температурасын жоғарылататыны дәлелденді. Осылайша ішке қабылдағаннан кейін 40 минуттан кейін метаболизмді шамамен 30%-ға жылдамдатады. Нәтижесінде дене көп калорияларды жаға бастайды. Бірақ бұл бәрі емес. Артық салмақпен күресуде жылы су басқа да маңызды функцияларды орындайды. Атап айтқанда, тәбетті төмендетеді, ішектерді ынталандырады, организмнен токсиндерді кетіреді және проблемалы аймақтарда липидтердің алмасуына көмектеседі. Ауырсынған кездегі жылы су. Жылы су ішу бұлшықеттерді босаңсытады, спазмодикалық және итеккір ауырсуын жеңілдетеді, мигреннен құтылуға көмектеседі. Теріге арналған жылы су. Таңертең аш қарынға бір стакан жылы суды үнемі ішу арқылы сіз көбінесе токсиндер тудыратын безеуден, қабынудан және теріні тітіркенуінен құтылуға болады. Жылы су ішу токсиндерді шығарып қана қоймайды, сонымен қатар теріге тазалық, балғындық пен серпімдік береді, оны жасартады және әжімдер сияқты қартаю белгілерін азайтады. Несеп жыныс жүйесі үшін жылы су. Жылы су ішу зар шығаруды арттыруға көмектеседі. Бұл ісінуден зардап шегетіндер үшін маңызды. Сонымен қатар бүйректер бұл жағдайда мүлдем жүктелмейді. Жүйке жүйесіне арналған жылы су. Қан айналымын тазарту және күшейту, сондай-ақ аш қарынға жылы суды ішу кезінде зиянды заттар мен тері астындағы майды жою жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Бұл ашуланшақтық пен эмоционалдық тұрақсыздықты жояды. Сонымен қатар жылы сусын ұйқыны қалпына келтіреді және таңертең көңілділік сезімін береді. Бірақ ұқсас әсерге жету үшін ұйқыға дейін 1 сағат бұрын, бірақ соңғы тамақтан кейін кем дегенде 2 сағаттан кейін жылы суды ішу ұсынылады. Сондай-ақ ұйықтар алдында 1 стакан жылы су ішу инсульт қаупін азайтатынын айту керек, өйткені жылы сусын қанды сұйылтады. Ал енді суды қалай дұрыс ішу керектігіне тоқталайық. Күніне ерлер үшін 2,5-3,5 литр, әйелдер үшін 2-2,5 литр ішу керек. Таңғы астан 30 минут бұрын 1 стакан су пайдалы әдет. Суды бөлме температурасында ішкен дұрыс. Ұйықтар алдында көп мөлшерде су ішпеу маңызды, бұл ісінуге әкелуі мүмкін. Тамақты аз мөлшерде сумен ішкен жөн. Жаттығу кезінде ыстық күндерде де жүктілік пен уланған кезде көбірек ішіңіз. Физикалық жүктеме кезінде және одан кейін суды аздап ішу керек. Әр 15 минут сайын 200 мл кішкене жұтыммен. Міне, жай ғана судың адам организмге оң әсері көп екен. Сіз бұл туралы білдіңіз бе? Комментарийға бөлісе кетіңіз және лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған топ деректер.